Бәрекелді. Рахмет. Ассалаумағалейкум деп, исі мұсылманға екі шақ дастарханға сәлемді түсуінен салбаған жөн бола жатар. Жалғыз жаратушысы бар, екі дүниесі бар, үш жүзі бар, төрт құбыласы бар, бес парысы бар, алты алашы бар, жеті қазынасы бар, сегіз серісі бар, тоғыз құмалағы бар, 10 шақты ұлды, 10 шақты қыз тәрбиелеген кезіндегі бақадыр бабаларымыз болашақ жарқын күнді бізге сыйлаған текталастың ұрпақтары. Бүгінгі сағыныш қызымыздың ұзату тойының екінші дастарханын тікелей эфирін сіздердің шапалақ құрмет қошеметтеріңізбен ашуға рұқсат етіңіздер. Тойға ұласын ағайын. Рахмет. Әдебиеттің саңылағы жазушы Қадыр Мырзалиев бабам айтпақша, байқамайды екен біз, бақыт деген екеуміз, аяқ екеу, қолды екеу, көз жанарың олды екеу, екеу қаста құлақта, жүрек жалғыз бірақта, сондықтан да сол жүрек елегізіп елжіреп, естсем деп, лебізін іздейді екен, егізін дейді. Тойымыздың төріне егіз жүрекке айналған қос ғашық ортаға шақырайық. Бүгінгі тойдың бізге көрік беріп отырған жастары той төріне қабыл қарсы алыңыздар. Той тойға ұлассын. Жастарға қошемет соғып қояйық ағайын. Бірақ ажырамас арамыз, екі жарты жастарға біз екеуміз. Мәңгі бақи қол ұстасып өтерміз, қос көрпеш баян сұлу екенбіз. Ешкім бізді айыра алмас ешқашан. Қошемет шабалақ. Ажықтарымыз екеуміз. Ойнайдан алға тарайын, саусағыңа жолды жүзіп салайын, ақ бұлғарды ақ бозат қылайын, құш жолыммен жаным саған барайын. Тамаша. Бәрекелді, тойымыздың төріне қос ғашықты жайғастырдық. Енді Фараби мейрамханасының сіздерге бізге деген дайындаған екінші ыстық ас мәзірін ортаға суытпай шақырайын. Сіздер үшін де арнайы тіл үйірер тәтті тағам Фараби мейрамханасының аспазшыларының дайындаған студио. Старый горячий ресторан Фараби. Старый горячий. Бәрекелді, рахмет. Астарыңыз сәмді, той қайырлы құтты болсын. Құрметті құда-құдағилар, келгеннен бастап бесплатный тамақ жеп жатсыздар. Енді аталған дәстүрден аттап кетпейік. Сіздерге платный тамақ ұсынайын деп тұр. Қазақтың кәде қылып құда мен құдағидың алдына асаттырып қоятын үлкен сый табағы бол құйрық бауыр деп аталады. Қазақта құйрық жайлы әрі майлыса дегенін білесіздер. Көңілдеріңіз бір-бірлеріңізге жайлы болсын деген ниетпен, бауырмашыл болсын деген ниетпен, құда мен құдағидың алдына асаттырып сый табақ ретінде құйрық бауыр қойғанбыз. Құйрық 5.000-нан, бауыр 4.000-нан болып жатыр құдағилар. Құдағилардың алдына құйрық бауырды сынайық ағайын.
құйрық бауыр шығарған екі жеңгем настроениясыз келеді. Қазір құйрық бауыр біткен кейін бұл кісілерден бақытты адам жоқ қой құдай. Құдалықтарыңыз мың жылдық қаласын, құрметті екі ел ұзағынан сүйіндірсін Алла. Екі ұл мен осы бір екі қолын шақтарыңыз, ұлдарыңыз бен қыздарыңыз өздеріңізге қызық көрсетсін, бақыт сыйласын деген тілегіміз жолдақ қойайық. Құйрық бауырдың ән ретінде біздің жақтан бір тамаша естінің естелігінде болған ән болсын. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ойсалар, әнді сүйсең менше сүй деп сағындырған әндер айдан сіздерге тамаша бір әуелетіп ән салып берейік. Өмірін қысқарды, бара жатыр құс қайды. Зымырайды менің бала кезімде, бір жалт етіп өте шыққан сезімде. Құстар сызылып ән салады, сол әнімен тербетеді даланы. Ал адамдар күліп бастап өмірін, кетерінде жылай да алмай қалады. Кетерінде жылай да алмай қалады. Өскен жерге сыймай кетіп барады, өскен жерін қимай кетіп барады. Өскен жерге сыймай кетіп, қимай кетіп барады. Өскен жерге сыймай кетіп, қимай кетіп барады. Көп рахмет. Адамды шынайы танығын келсе, оның айналасындағы достарына қара дейді. Бүгінгі тойдың төрінде отырған қос ғашықтың достары тілеулес болып, ниеттес болып, тілектес болып келген екен. Қызыларайдың маңдайына жарық жұлдыз болып біте туған ақын Руслан Нұрбай өзінің бір естелігінде жырлайды ғой. Ақ пен қара өмірімнің жолағы да уақытының қонағы, дос дегенің шығарып кей кезде туыс деген төрт әріптен жоғары дейді.
Мұзбалақ Мұқағали айтады, дос ол менің мұңдасым, дос ол менің сырласым дейді. Барын білдіріп, бүгінде 2 жасқа бақыт тілеп келіп отырған құрметті жастардың достарын ортаға шақырайық. Осы достармен бірге аға сіңілілер деп жазған екен. Дидар, жігіт жолдас, Мақпал, қыз жолдас бастап келіп отырған. Нұржан, Ақжан, Ислам, Аяулым, Айгерім, Ағнұр, Самал, Динара, Айзере, Жанар, Гүлназ, Гаухар, Еркебұлан, Айгерім, Әлішер, Назерке, Алтын, Нұрсұлтан, Бақытжан, Нұртас, Еркенұр, Дарина, Зере, Индира, Бекзат, Айзат бөлелері. Ал, жастар қауымы, асабаның алдынан сіздерде болсын. Билеп, көңілдірек ортаға келейік. Той құтты болсын. Билеп. Қарап тұрсам тағы, өмірдің көп қойсаңы, қызықтың алды бәрі. Қарап тұрсам тағы, достарым өмір сәні, аман болсын бәрі. Жүрегім менің молодой, достарым менің золотой. Ал, той, қуаныш құтты болсын. 2 жастың достары, аға сіңілілері, бөлілерінен жақсы тілек болсын. Той қаласын деп, жас болса да бас болып келіп отырған 2 жастың достарынан жақсы тілек болсын. Қайсыңыз бастап бересіз деп? Құрметті ағайын туыстар, құдалар, қадамдарыңызға гүл өтсін. Бүгінгі Жакаған Нұргүлте сіздердің тойларыңыз құтты болсын, жастар бақытты болсын. Ең бастысы денсаулық болса барлығы болады. Бақыт тек қана осылай амандық, осындай ақ дастарханда тек қана жақсылықта жолға берейік. Той көп болсын. Саламатсыздар ма, армысыздар, құрметті қонақтар. Сырлан, Сағыныш, сендерді бүгін отау құрып жатқан күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сағыныш менің ең жақын құрбым, менің жанашырым, жақыным, әрдайым жамандықта да, жақсылықта да қолдаушым. Саған шын жүректен барлық жақсылықты тілеймін. Сен өте керемет адамсың, сені ерекше қатты жақсы көрем. Сырлан да өте керемет адам. Жалпы айтады ғой, жақсы адамға жақсы жар кездеседі деп. Екеуіңіз де бір-біріңізге өте сай, өте әдемі жұпсыздар. Мәңгілік бақытты болыңыздар, үбірлі-шүбірлі, бала шағаларыңыз көп болсын. Тек қана бақыт тілеймін. Ассалаумалейкум. Алай бірінші Сырлан, қондырып жатқан құсың құтты болсын. Сағыныш екеулерін құрып жатқан отауларын керегесі кен, шаңырағы биік болсын. Тек қана жақсылар бола берсін. Ал енді ағатай тәте, тойларыңыз құтты болсын. Мен өзім негізі нағашыларым үлгіден болады, алтын торы тоже. Сіздерге айтайын деген уайымдамаңыздар. Сырлан Сағынышты ренжітпейді. Оған мен сендім. Сол той құтты болсын. Сәлеметсіздер ме, Сырлан, Сағыныш, бүгінгі қуаныштармен құттықтаймын сіздерді. Сырлан біздің Сағыныш ағаларының гүлі, ата-анасының гүлі, мәпелеп, аялап жүр әрдайым. Ағатай тәте, сіздердің қуаныштарыңызға ортақпын бүгін. Бақытты болыңыздар, тек қана балаларыңыздың қызығына тоймай жүре беріңіздер. Ағамыз қосыламыз, сіздер ше, қыздар. Бір подружка болады ғой, ішінде өлең оқып жылайтын ондай жоқ па сендерде? Болды, хаттамыз. Кеңіз. Аға, тәте, Сағыныш, Сырлан, сіздердің тойларыңыз құтты болсын. Осы өмірдегі барлық жақсылық тілеймін. Барған жеріңді бақытты қыл, тастай батып судайсың. Балапандарың көп болсын, бір-біріне адал болыңдар, және бір-бірін сыйлаңдар ең бастысы. Сол бақытты болыңдар. Бәрекелді. Ләйім, тілектеріңіз қабыл болсын.
Ұзатылмағандар ұзатылсын, үйленбегендер үйленіп, өз алдына үлкен ордалы отбасы болсын. Сырлан, Сағыныш, ортаға қарай келіңіздер. Аха, міндеттердер. Фотоға түсіп. Қошемет соғайық жастарға. Сырлан, Сағыныш бақытты болсын. Достар аман болсын. Дарасың сен мен үшін, данасың сен мен үшін, сен үшін сайратайын кемді құсын. Көтерші досым, еңсеңді биік ұста, шаттықтың күйі құсқа болса да. Ал енді мынау қазақта дәстүр бар ғой, кейбір қыздар гүл лақтырып атады, ол Еуропадан келген үлгі ғой. Өзі қазақ сандығында үкіні сақтаған халық. Сол бір қазақ қыз баласының сондай үкідей нәзіктігі болсын деген ниетпен, жұғысты болсын, жұғымды болсын деген ниетпен біздің Сағынышымыз барша тұрмысқа шықпаған мына жердегі өзінің құрбыларына үкісін тағып шықсын. Үкі тағу рәсімі. Қошеметтеп отырайық, тамаша. Мына жерде тағы отырған басқа тұрмысқа шықпаған қыздар бар ма? Сіздерге керегі жоқ па? Қайтып шығып ондай болмай ма? Сіздерге керегі жоқ па? Таға беріңіздер құрсын аға. Ағаңызға тағыңызша, үйленбей жүрген ағаңызға тағыңызға. О, кішкентай қыз. Сертке жетсең қиян қыстау жерле. Қошемет соғып қойайық. Сағынышың жолын берсін. Рахмет. Сырлан, сен жігіттерге ештеңе таппайсың ба? Ке ортаға тұрғандар қалжыңға. 1, 2, 3, лайк. Арасында қайып қошып кете бердіңіз. Рахмет. Ал достар, ортадан кетпейміз. Сіздердің құрметтеріңізге ноянларың сән салсын. Ортада достар болып бір билеп тастайға. Тойға құласын. Жастар үшін ортада олсын. Саған құшақ ашып көріп сен келмедің неге? Сендей сұлу мен көрмедім, құшағымда тербелмедің, жүрегіңнен төр бермедің неге? Ұялып жүрсің маған қарабай, сен соншама кімсің? Сүйіп қалып күйіп жаным қиын мағанда. Келмесің бе сен сыртымды бермейсің бе, сенесің бе сенбейсің бе маған енді бәрібір. Жүрек жылап қала берді, жалынбаймын саған енді тағы да айтамаған енді бәрібір. Қызығып жүрсің келем демейсің, бәрін жан қалауың білесің. Сағынышым білесің бе енді не дейсің? Ал сен қорқақсың, келе алмайсың, келе алмасаң, неге алдайсың, қорқақ болмасаң, сүймей қалмасаң, сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен қорқақсың, келе алмайсың, келе алмасаң, неге алдайсың, қорқақ болмасаң, сүймей қалмасаң, сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Келер дедің мені көзіне көрмедім, бәрін білдім қайшы. Неге сонша жалындың, келмей кеттің, сағындың, сонда саған жаным кімін айтшы. Ұялып жүрсің маған қарабайшы, сен соншама кімсің? Сүйіп қалып күйіп жаным қиын мағанда. Келмесің бе сен сыртымды бермесің бе, сенесің бе сенбейсің бе маған енді бәрібір. Жүрек жылап қала берді, жалынбаймын саған енді тағы да айтамаған енді бәрібір. Қызығып жүрсің келем демейсің, бәрін жан қалауың білесің. Сағынышым дейсің бе енді не дейсің? Ал сен қорқақсың, келе алмайсың, келе алмасаң, неге алдайсың, қорқақ болмасаң, сүймей
жанда менің мәңгі болмайсың ба? Сен қорқақсың, келе алмайсың, келе алмасың, неге алдайсың, қорқақ болмасаң, сүймей қалмасаң, сен жанда менің мәңгі болмайсың ба? Келе алмайсың, келе алмасаң, неге алдайсың, қорқақ болмасаң, сүймей қалмасаң, сен жанда менің мәңгі болмайсың ба? Ал сен қорқақсың, келе алмайсың, келе алмасаң, неге алдайсың, қорқақ болмасаң, сүймей қалмасаң, сен жанда менің мәңгі болмайсың ба? Сен жанда менің мәңгі болмайсың ба? Сен жанда менің мәңгі болмайсың ба? Бәрекелді, тоқтамаймыз сіздердің құрметтеріңізге тағы да бір ән болсын. Музыканы кішкене шығарсақ болады. Хей, хей, хей! Жаным қабағыңды түйме, кім сені салады осы күйге? Көңілің көтеріліп қалсын, менімен шығасың ба биге? Жойылар көңілдегі нала, ертеңге сенің менің қара. Ұмытып өтемін бәрін, өмірге аттанайық жаңа. Жаныма жақын кел тағы да, енейік біз бірге махаббат барына. Күніңде оятайын таңда, күнімде сен қасымнан қалма. Бекерге мұңаясың еркем, бақытты күндеріміз алда. Жаным қабағыңды түйме, кім сені салады осы күйге? Көңілің көтеріліп қалсын, менімен шығасың ба биге? Налыма, жаныма жақын кел тағы да, енейік біз бірге махаббат барына. Көп рахмет. Бәрекелді, рахмет. Артымызға барып жайғасайық. Той, қуаныш құтты болсын.
бәрекелді, дастархан басына жайғасып қойып. Ағам ұру сұрап отыр ана жерде. Шежіре таратып отыр жігіт жолдас шақырып. Алтын орынның біреуін тауып отыр. Дастархан басына жайғасып қойып, ардақты ағайындар. Ал, сәл сабыр сақтап, ортаға назар салайық. Құрметті жақсы жайсаңдар, барлығымыз толықтай көгілдір экранға қарай назар қойып, қазір әдемі видео көрсетіледі. Ол яғни бүгінгі қос ғашық Сырлан мен Сағыныштың әдемі фотосессия кезіндегі жақсы кадрлардан тамаша видео сюжет дайындалып отыр. Тек сіздердің көңілдеріңіз үшін. Ортада екі жасымыз би билейді. Біз осы бір бидің аясында экранға назар салып, әдемі сәттермен бірге бөлісіп отырайық. Тойға ұлассын ағайын. Бақытты болсын жастар, ортаға келіңіздер. Ашылып сезімді, білдірмей жасырып сезімді, армандап аңсадым өзіңді, бір өзіңді. Көзіңе қаратып көзімді, тыңдамай таусылған төзімді, сырларын ашатын кезім бұл жүрегімді. Сүйемін, тек саған ғашық жаным. Білемін, мен үшін жаралды, білемін. Сүйемін, жетеді жасырғаным. Тек сен соғады бұрыннан жүрегім. Жауапсыз кетсең де сен мейлі, мендегі махаббат сөнбейді. Өзіңсіз арманның аралын табамын ба? Мен сенсіз бақытқа сенбеймін, мен сені жоғалтқым келмейді. Бақыттың бейнесі бар сенің жанарыңда. Сүйемін, тек саған ғашық жаным. Білемін, мен үшін жаралдым, білемін. Сүйемін, жетеді жасырғаным. Тек сенден соғады бұрыннан жүрегім.
Сырлан Сағыныш бақытты болсын. Қошемет соғып қойық ағайын. Тамаша. Дайғаса бірге ұрысады. Қошемет соғып қойық, жастар бақытты болсын. Ой, тамаша. Бұрынғы әкелеріміз бен аналарымыздың кезінде бұндай болмады ғой. Бұрынғыдай строго палатка ғой. Ең төрге үйдегі ең әдемі кілем ділеміз. Сосын мақтамен өлтіріп тұрып екі жастың атын жазамыз. Сақина мен аққудың суретін саламыз. Тойдың соңында аққу қайда, Сақина қайда, адамның әріптері қайда. Бізге осындай кемелді болашақ күнді сыйлаған барша аналарымызға бір қошемет соғып қойып, сіздердің жетістіктеріңіз, сіздердің аман үміттіліктеріңіздің арқасы болсын барлығы. Ал ардақты ағайындар, көпшілік қауым той-тойға ұлассын. Мынау әдебиеттің, қазақтың қара өлеңіне қырғышама болған әдебиеттің саңлақ жазушысы Қадыр Мырзалиев айтады ғой. Е Құдайым, не берсең де арнап бер, алтын балық, ілінетін қармақ бер, бақыт бер де бармақтай сол бақытты басып тұрар, батпандай бір салмақ бер. Және дос бер, айтқаныңды мақұл дер, жүйрік бер де соған шыдар тақым бер. Мен жазбаған, жұрт жазбаған жыр сыйла жүректерге, соны қатын ақыл бер. Мені күтіп тұрса алда биіктер, шапағатты шуағымды қиып көр, абыроймен даңқыңды аяма, және соған майыспайтын иық бер дейді. Сағыныштың ұзату тойы болады дегеннен бастап, қос ағасы мен қос жеңгесі кетіріп, бар қызметтерін салып жүгіріп үстінде. Туғаным, барым, жақыным, бір ананың құшағынан шыққан осы бір туғандар Сағыныштың ұзату тойына өздерінің үлкен үлестерін қосты. Әкем мен анам жай бірақат Сағыныштың ұзату тойында демалды, ұлдар, келіндер қызмет қылды. Оған барлығыңыз куәгер болдыңыздар. Енді осы бір Сағыныштың туғандарын бір ана, бір әкенің құрсағынан шыққан, бір нанды бөлісіп жеген, бар қызықты сәттерін бірге өткізген, керуен кеш тоқтамасын деп, туған аға жеңге бауырларын ортаға шақырайын. Думан, Алтынай, Мархабат, Ағерке, Марғұлан дейді. Ал кеңіздер, орта толсын. Туғандар, билер, билер. Azı şibasın, en bağır bana silasın. Kırmızı sürgen jandarda, kırkı deniz uçimasın. Kırkı vitamin, kömür gödere, keyde gülmeydav, keyde gülgeler. Kırkı şapı koy, şolga jeler, kırkı çürünler, oynam külümler. Rahmet. Kішкентай қыздар шақырғаныңызға. Жүре берсін бе? Өздерімен өздері тұстар бар. Өте тамаша. Екінші. Тағы жеңгеміз қайда? Ол кісі сол шаруалармен. Міне, Сағыныштың туғандар бір қошемет соғып қоюға болатын шығар. Рахмет. Ал, күйеу бала Сырлан, қош келдің. Біздің ең күшті қызықты ортаға. Сағыныштың туған үш ағасы, алтын жеңгелері еркелетіп өсірді, бақты-қақты бар ақылын берді. Енді біздің ортамызға Сырландайын азаматты күйеу бала қылдырып әкеп отыр. Аллаға сансыз шүкір. Құдай екеуіңді осы ет жақындарыңнан ешқашан айырмасын. Базарларың құтты болсын деп, көші қалыңға алғыс тілегін білдірсін, ағалық тілегін айтсын. Қарындасы ұзатылып жатқан кезде ағаның жүрегі неге ауырмайды? Қимастық бар. Үйге келген кезде, үйленбей ақ тұрған кезде қаршадай Сағыныш осылардың төсегін салды. Дастархандағы дәмін түзеді. Үлкен қызмет қылған қарындасын бүгінде ұядан жай ғана ұштырып тұр. Ағаның қарындасқа деген ет бауыр жүректен шыққан жақсы тілегі болсын. Той, тойға ұлассын ағайын. Үлкені бастайды ғой. Ал мынау қадіргі бүгін қонақтар, құдалар, ассалаумағалейкум. Қадамдарыңызға гүл бітсін. Мынандай қазіргі уақытта тойдың бұлай болып өтіп жатқанына Аллаға шүкір. Осыған үлес қосып келіп жатқандарыңызға мында бір рахмет.
Не айтам? Қарындасым айналайын. Бақытты бол. Сырлан жалғыз қаларындасын, трен жетпейді деген ойдамын. Атамыз айтып кеткен, осы қызды қалайды осында еркелетіп әрдайым жоғары ұстандар деп атаның ерке қызы болған. Барлықтарыңызға рахмет. Сырланды танымаған кезде ойлап едім, қандай жігіт, қандай деп. Түрін көріп, беті ашық, ақылды жігіт деген оймен. Бақытты болыңдар, үлкен өмірлі семья болыңдар. Екі жаққа бірдей болып әрдайым осылай жүздерінен күлкі кетпей, көлдегі қосақ қодай жүзіп жүре беріңдер. Екі жақта ата-анамыз бәрі аман болсын. Осындай үлкен той жасап атқан, немізге ат салып көмектесіп атқан ағаларымыз, апаларымыз, жеңгелеріміз бәріне рахмет. Осылай туыс боп, туыс екендерін көрсетіп атқан бәріне. Сол тек бақытты ғана болыңдар, бақыттың ішіне бәрі сият, денсаулықтары мықты боп, сендердің қуаныштарына тек қана қызығып, қуанып жүре берейік. Сол үшін. Мен ағам керемет, мұнан артық не керек, қамқоршымыз болып жүр. Сағыныш, бүгін ұядан ұшқан күнің құтты болсын. Бақытты болыңдар, Сырлан екеуің. Осы туысқандар, қонаққа келіп атқандарыңызға рахмет. Көмектеріңізге туған туысқандарымыз. Сағынышымыз енді бақытты болсын. Біздің жалғыз қайынсіліміз. Не айтайын? Сырлан енді ренжітпе біздің Сағынышты. Алақандасты. Сол барлық жақсылық тілеймін. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Құда-құдағылар, келгендеріңізге гүл өтсін қадамдарыңызға. Сағыныш, Сырлан, қарындасым, Сырлан, сен бізге енді бауырымыздай боласың. Бақытты болыңдар, көтерген шаңырақтарың биік, керегелерің кен, терезелерің тең болсын, өбірлі шүбірлі болыңдар. Барлық айтылып атқан үлкендердің, апа-аталарымыздың, аға жеңгелеріміздің сөзіне қосыламыз. Періштенің құлағына шалынсын. Ең бірінші ата-анамыздың арқасы, екінші мынау туған туысқандарымыз, аға апаларымыздың арқасы. Барлықтарыңызға рахмет. Ат салысып, көмектесіп жатқандарыңызға той-тойға аласың. Тек қана қызық қуанышқа жиналайық. Сырлан, Сағыныш, бүгінгі отау құрған күндерің құтты болсын. Үбірлі шүбірлі болыңдар. Ең үлкен, ордалы, сыйлы отбасылардың бірі болыңдар. Сырлан, енді Сағынышты саған тапсырамыз, жылатпа, көңілін қалдырма. Қазір қандай әдем болып жүр, сондай болып мәңгі бақи жайнап жүре берсін. Сәкөш барған жерінде бақытты бол жаным. Сендердің тек қана қуаныштарыңды, қызықтарыңды көре берейік. Сырлан, Сағыныш қарындасым, көтеріп отқан шаңырақтарың биік болсын, осағыларың берік болсын. Не деймін енді? Тек қана бақытты болыңдар, ортада сыйлы болыңдар. Бақыттың ішіне бәрі кіреді дейді ғой. Ағаларым айтып кетті, соның бәрінен қосылам. Келгендеріңізге рахмет. Бақытты болыңдар. Ой, тамаша. Бір туғандарға қошемет соғайықшы. Бір ана, бір әке, бауыр, рахмет. Қарындас кеткен кезде қимастық болады, жылаймыз, ә? Шын менде де қимағам. Дегенмен қонақ қой қыз баласы. Аға,
енді ет жүрек елжіреп тұр. Өздері де кезінде біреуден қазал, олар да жылатып кеткен болатын біреуді. Қуаныш қой, қуаныштың көз жасы бақытты болсын. Сіздерге бақыт сыйласын. Ал енді Сағыныштың алдын жеңгелері тамаша бір әуелеп ән салсын. Осынау өлкенің гүл едің, өмірдің заңы бұл, көнесің бәрібір, ел жүріп тұрса да жүрегің. Әкешің дарашың, ақ жүрек анашың, жүрмейді қызым деп жаныңда, туылған ауылың, ағайын бауырың, қол бұлғап қалуда соңында. Бақсын жансың барған жеріңде, айналарсың аппақ келінге, арқа сүйер азаматыңмен, бақытты болшы бұл өмірде. Бақсын жансың барған жеріңде, айналарсың аппақ келінге, арқа сүйер азаматыңмен, бақытты болшы бұл өмірде. Бақытты болар деп күтіп тұр біреулер, шат жерге барасың, орамал тағасың, таққасын орамал, жарыңа болады ал, сен енді келінсің анасың. Анашың сияқты арменен ұятты, жаныңа мәңгілік серік қыл, туылған мекенді, асқар тау әкеңді, сағынсаң қонақ боп келіп тұр. Бақсын жансың барған жеріңде, айналарсың аппақ келінге, арқа сүйер азаматыңмен, бақытты болшы бұл өмірде. Бақсын жансың барған жеріңде, айналарсың аппақ келінге, арқа сүйер азаматыңмен, бақытты болшы бұл өмірде. Барған жеріңде, айналарсың аппақ келінге, арқа сүйер азаматыңмен, бақытты болшы бұл өмірде. Бағың жансың барған жеріңде, айналарсың аппақ келінге, арқа сүйер азаматыңмен, бақытты болшы бұл өмірде. Бақытты болыңдар. Ой, тамаша. Кеңіздер. Рахмет, музыка. О, ке, Сағыныш. Апа, келіңіз. Жаке, келіңіз. Ой, тамаша.
қызды ортаға алып тұра қалыңыз. Міне, сағынышымызға осындай көркем әдемі мінез ең бірінші Алла берді. Одан кейін әдемі ақыл тәрбие берген, әдемі саналы ұрпақ қылып өсірген әке мен анаға тағы бір қошемет соғып қоюға болатын шығар ағайын. Рахмет. Өзі қазақ ұл мен қыз дүниеге келген кезде екі баланың қалжасына екі түрлі мал сойған қазақпыз ғой. Ол дүниеге келген кезде бір қой сойғанбыз. Қыз дүниеге келгенде екі қой сойғанбыз. Ол бір елдің қамын ойласа, қыз екі елдің қамын ойлап туғанын барлығымыз білеміз. Бірде бір отбасыда, бір жанұяда 6 қыз екен. Әйелінің 7-шіне аяғы ауыр дейді. Үйдің егесі күніне Құдайдан ұйқысының алдында шұқайырла тілек тілейтін көрінеді. Я Құдай, 6 қыз бердің ғой, 7-шін ұлғып берші. Ат ұстарың болсын. Ұрпағымды ертең саналы ұрпақ қалдыратын бір ұл берші деп күніне Құдайдан тілейтін көрінеді тілекті. Бір күні ұйықтап атып, Құдай түсінде аян беріп, әлгі әке мен шешені тозақтың жеті қақпасының есігінің алдына алып кепті дейді. Бірінші есігіне апарып жатқан кезде тұңғыш қызы тұрған көрінеді. Бұл жерге менің әкем мен шешемнің кіруіне құқы жоқ. Екінші есігінде екінші қызы, есікте 6 қызы қорған болып тұрыпты. 7-ші есікке бар жатқан кезде әлгі әке мен шешенің ойында үлкен күдік ойы болыпты. 6 есікте 6 қақпада 6 қызым қорған болып тұрды. 7-шіне барған кезде еніп кетем ба деген қорқыныш болады. Сол қорқыныштан ұйқыдан шыр етіп оянады. Ояна сала әкесі қолын жайып сұрап жатыр дейді. Я Құдай, 6 қыз бердің ғой, 7-шінде қыз қылдырып бере салшы деп. Көрер қызықтарыңыз қыздан екені айдан анық. Осы бір ақ маңдайлы, ешкімге ұқсатпай, ерекше адал тәрбиемен 3 ұлдан кейін сіздердің бір қолғабыстарыңыз болып, ана осы уақытқа дейін келін келместен бұрын сіздің қолыңыз ұзатқан сағынышыңыз бүгінде ұзатылып бара жатыр. Ол заман сізге де келген болатын. Мына кісі ғой сізді алып кетіп жүрген, міне, енді өз бастарыңызға келіп, өрістеріңіз кеңейіп, алталашқа сауық құрып, нұрлы нұраның төріндегі бір жақсы үлкен әулетпен ағайын туыс болдыңыздар. Құдай ұзағынан сүйіндірсін деймін. Енді әке мен ананың қайсысын бірінші сыйлау дегенде 15 жасар Абай әжесі зерден сұрап жатыр дейді. Әкемді бірінші сыйлайын ба, анамды бірінші сыйлайын ба деп. Бала Абайдың тіліне таңғалған әжесі зер айтыпты. Бірінші анаңды сыйла, екінші мәрте тағы да анаңды сыйла, үшінші мәрте тағы да анаңды сыйла, төртінші рет әкеңе құрмет көрсет деген қазақпыз. Осы бір әке мен ананың ағадал әдемі тәрбиесі енді сағыныш әке мен анаға сол бір өзінің жүрегіндегі балалық сағынышын әке ана деген тамаша әнмен жеткізсін. Әкеміз бен анамыз ортада бір тамаша вальсқа келіп билеп алыңыздар. Жақсы ма? Той, қуаныш. Той төрінде сағыныш қыздарыңыз. Жана
сезілген кезде жаман емес, бәрінің жүрегі ауырады. Достар, қайта берейін бе деп қойып, ендіра бер шақырып жылжи беруге не болады істейді жоға. Болды, ағасы. Қошемет соғып қойып, осы уақытқа дейін аялап, қарындасым деп қараған ағасы бүгінде күйеу баласына тапсырып жатыр. Осындай құрмет, осындай ниет. Сырланда білет, сразу қайнағасын құшақтады ғой. Молодец. Бәрекелді, рахмет. Ал, ардақ ағайындар, көпшілік қауым, бүгінгі сағыныш қыздарыңыздың ұзату тойына қызмет қылған ұл қыздармен қысқа нұсқа таныстырып кетейін. Тойларыңыз әдемілеп әрдеп өздерінің сұлулықтарымен бастап берген, Қарағандының ауыз толтырып айтуға тұратын ең керемет сұлу көркем қыздарынан құралған Айша би ансамблінің қыздарына деген бір өнеріне деген қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар. Осы бір бүгінгі дәстүрді жүргізіп жатқан. Рахмет. Керемет кештеріңізде әдем әуелеп ән салып жатқан Қарқаралының баласы Ноян Сабетұлдарыңызға бір қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар. Және де осындай зәулім сарайын сыйлап, бізге тіл үйірер тәтті тағамдарын беріп, барымен бөлісіп, ұл қыздарын тіке тұрып қызмет қылдырып жатқан Фараби мейрамханасының әкімшілігіне қызмет көрсеткен ұл қыздарына бір қошеметтеріңіз соғып қойсаңыздар болады. Рахмет. Осы бір керемет кеште менің наныма таласып, осылай фотоға түсіріп жүрген фотограф ұл қыздарға бір қошеметтеріңіз соғып қойсаңыздар. Бастарын ек қойым. Керемет кештеріңіз әдемі видео естелікке түсіріп жатқан қос оператор ұлдарыңызға бір қошеметтеріңіз соғып қоюға болады. Тез-тезден түсіп алайық. Рахмет. Болды ма? Дастарханға жайға шайық қойсыңыздар. Мынау сағыныштың ұзату тойын басқарған менде арман жоқ. Құлағы қалқиған үстіне сірескен сіңірден басқа дымет бұйырмаған жап-жас бала қай елдің қай жердің баласы деп отырған шығарсыздар. Бабам Қаздауысты Қазбек бабам естелігінде айтады. Барған жеріңмен таныс біліс жеті атаңның біреу болмаса, нағаш жұртыңның біреу болып қалады дейді. Өлең шумақтарына тоқталып өзімді бір таныстырып кетейін. Қазақстан жерінде Атшулы, Қарқаралы дейтұғын ауданым бар. Сол ауданда сілемденіп созып жатқан Қарқаралы кент балқан тауларым бар. Сол өңірді жайлап отқан Қаракесек дейтұғын ардағым бар. Қаздауыс Қазыбектей тарланым бар. Қарашор Сеңкібайдай сардарым бар. Өмірден өр боп симай өткен Мәдейдей арысым бар. Қасымдай қайыспайтын арларым бар. Тәттім беттің күйіне тамсаныңдар. Осындай керемет жұмақ өлкеде туып өскен ал халқым, менің қандай арманым бар. Алланың құлы Мұхаммедтің үмбеті Әбжанның немері Сырымғалидың ұлы. Бүгінде алтын торының еліне Қаракесек, оның ішінде Сеңкібайдың ұрпағы келіп сөз бастап жатса, алтын торының елі Қаракесектің ұлына бір қошеметін соғатын шығар. Бір шіркін-ай, тәтті құлпын-ай, аққан жылдарым сапқан Бәрекелді, рахмет. Шаңырақтарыңызда ұлдарыңыз үйленіп, қыздарыңыз ұзатылып жатса, емін-еркін хабарласа беріңіздер. Мен үйлену тойын басқарған азаматтардың әйелдері кемінде 10 болмаса 15 бала туа береді. Өйткені үйден шыққан кезде айламды болмаса айламды ойлап шықпаймын. Осы бір сырландайын азамат шаңырақ көтеріп жатыр ғой. Ертең ұрпағыммен мың жазасын іштеген шынайы жүрегімдегі тілегіммен шығам. Мен ұзату тойын басқарған қыздар вообще қайтып келмеген, қайтып келуді армандамасын. Өйткені үйден шыққан кезде сағыныштайын қыз өз босағасынан аттап үлкен өмірге қадам басып жатыр. Екі елдің қамын ойлаған қарқабат ана Айша домалаған аналардың жолын жалғаған келісті келбетті келін болсын деген тілегіммен шығам. Рахмет. Мен сүндет тойын басқарған балалардың қазір не істеп жүргенін айтпай ақ қойын депті ғой. Бабам абай айтпақ шалыстан сермеп, жүректен дірмеп, шымырлап қойған жирған, қиыбадан шауып, қиысын тауып, толғау жетіп қайырған, толғау 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең, өзің біл дейді. Күрмеуіл 90 тілге татитын қазақтың бір ғажап тілін асабалық тілде сөйлеттім деген ойдамын. Бүгінгі тойда ағаттығым болса, мәнерлеп оқыған өлеңімнен, айтқан естелік әңгімелерімнен қателік көріп жатсаңыздар, болмаса ұнамай қалған қылығым, әзілдерім болып жатса, Алланың добы басымды иіп баған амандығымды сұраған болатын. Кішіпейілдігім мен кешірімді халқымнан сұрайын. Халық көтереді, халық түсіреді. Рахмет. Бүгінгі сағыныштайын қыздың ұзату тойын жасап берген әке мен ананың тойы көңілдеріңізден шықты ма?
жайылған дастархан ұнады ма? Аха, рахмет. Ұнамаса айтыңыздар, қайтадан басынан бастайық деген ғой мама. Той қуаныштарыңыз құтты болсын. Ал, баладай көңілмен, кең даладай дастархан жайып, мен барымды көрсетем, нарымды көрсетем дегені емес. Ағайын туыстардың, қаумалаған көпшіліктің әдемі тілектері періштелерге дұға болып Аллаға жеткізілсін деген ниетімен қызым сағынышым босағамды аттап бара жатыр деген үлкен аналық әкелік тілек дастархан боп жайылды. Енді сіздерге деген алғысын, ниетін, тілегін білдірсін. Құда мен құдағиды ортаға шақырайық дегендей жақсы бір орамды 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні қорытынды соңғы түйенің жүгі ауыр дейді. Осы бір жүкті арқалап шықты деген ойдамыз. Той иегерлерін, яғни бүгінгі әдемі кешімізді ұйымдастырған тойдың төріне Жасұлан әкем мен Нұргүл анамды билетіп шақырайын. Келіңіздер, әке, ана. Қошемет соғып қояйық. Өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа, бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта. Өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Рахмет. Наша балақтың бәрі сіздердің құрметтерің үшін. Соққандар соғады, солмағандар не болды деп отыра береді ғой. Немерелер ма? Бір-біріңіз үйретіп жүрейді, жүр кеттік деп. Үлкені қайда? Ол басқа ма? Осындай бір тойда алдында кішігірім қазіргі балалардың армандары, қиялдары вообще бөлек қой. Тура тойдың артында осылай тойдың егерлері, немерелері шықты. Соны сұрай салдым, өскенде кім болғым келеді деп. Бір ұл ортаға атып шықты да, әкім болғым келеді дейді. Армандарын қараңыздар. Біз сатушы, ұшқыш деген бейт арман айтып жүруші едік қой бала кезімізде, шындығына келген кезде. Ғарышкер болам деп не в тему вообще. Миға келмейтін. Қазіргі балалардан сұраңыз, әкім болам дейді. Екінші баладан барып сұрап отырсам, депутат болам дейді. Көз алдында өсіп бар жатыр әлгі балалар. Үшінші баладан сұрасам, премьер-министр болам дейді. Төртінші баладан сұрасам, ең соңында ғой, президент болам дейді да. Қазақстанға 2 президент жетеді ғой, сен керек емессің әзір жетеді ба. Төртінші бір ең соңында төртінші баладан кейін бір қыз бала тұр. Сол баладан барып көңілін қалдырмайын деп сұрай салдым, сен өскенде кім боласың деп. Білмеймін, мен әлі аға ойланған жоқпын, осы төртеуінің біреуіне тиіп алам ғой деймін. Фантазияны қарасаңыздаршы, Құдай аға. Немере ғой, тәтті ғой. Әке, ана, қуаныштарыңыз құтты болсын. Қыз бердік деген мұңай іште болмасын дегенмен белгілі нәрсе жүректің бір парасын жұлып бергенмен бірдей 4 ұлды үйлендіріп, 2 ұлды, енді алдымызда 3 ұл ғой, 2 ұлды үйлендіріп әбден қызал жаман үйренген біз, қыз берген кезде қандай үлкен салмақтың түсіп атқанын сезіліп атқан шығар. Ничо, бәрі болып тұрады. Бақытты қылдырсын. Зато бізде күйеу бала бар. Қошемет соғып қоюға болады күйеу бала. Рахмет. Ал, той қуаныштарыңыз құтты болсын. Бағанадан мен жұмсап атсыздар ғой, енді сіздерді жұмсайын. Құдаңыз қайратты білесіз ғой. Құдағиыңыз ырыстыны білесіздер ғой. Сіздерге тапсырма, сіз құданы, сіз құдағиды билеп осы жерге дейін алып келіңіздер. Маэстро, музыка, жібер. Анамызсың қалқын, ай жүзің жарқын, дәстүрің бар. Құда мен құдағи келіп жатыр ағай. Қошемет шамала. Тамаша. Ал, тағы бір балалар бақытты болсын дегендер осы бір бақытты төрттіге қошемет соғатын шығар, я? Рахмет. Құда шыққан төріңіз құтты болсын. Жаңараққа келіп жатқан келіндеріңіз келісті, ырысты, берекелі табысты несібелі келін болсын. Келін келген жерде бұрынғы әшелеріміз айтып отырушы еді. Келін келген болсаға да ырыс деген нәрсе келді. Несібе деген нәрсе келді. Береке деген нәрсе келді де. Шаңырақтарыңыз тағы бір келінмен тоғысқан екен. 4 ұлдың 3-еуі үйленіп 1-еуі қалды деп бағана айтып жатты ғой. 4-ішіне де осы бір бақыт нәсіп етсін. 4 келініңіз бар, 4 ұлыңыз бар, бақыт екенсіз ғой. Құдамда кішігірім чувство болып тұрған жоқ қой енді. Бұл кісі әбден елдерден қыз алып үйреніп қалған. Қыз берген кезде міне мамалары мен түсініп жатыр. 2 ұлды үйлендіріп ондай чувство болмаған. Сағыныш кеткен кезде жай түскендей болды ғой. Әрине. Қыз бала қонақ деп қазақ бекерден бекер айтпаған.
Ал біздің қонағымыз сіздердің үйлеріңізге келін болып барды. Қадамы құтты болсын. Қайреке құда, 20 жыл, 25 жылдан кейін сізбен Қарағандының бір ортасында кездесіп қалайық. Құдай кездестірсін. Сол кезде мен сіздің есіңізге түсіп, сіз менің есіме түсіп, аузыңыздан бір үлкен дуалы әдемі әңгіме болсын. Сен осыдан бір 20 жыл бұрын Сырландайын азаматымның, Сағыныштайын қызымның, келінімнің ұзату тойын басқарған болатынсың. Қазір Аллаға сансыз шүкір, Сырланымда 6 алашқа аты мәлім болған 6 шулы, 6 ұлы бар. Аты шықпаған 6 қызы бар деген үлкен тарихи әңгімені айтып тұруды Құдай нәсіп етсін. Ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Қазақ кезінде, қазақ қарғығанның өзінде, ұнамаған кісісі ұрысып қалған, қырқысып қалған жауының өзін қарғығанда, ей байғұс ұрпағыңмен мың жаса деп қарғыған қазақпыз. Қазір ол сөзден де айырылып қалдық. Ұрпағыңызбен мың жасаңыз, салтанат түрде бүгін біздің төрімізге шықтыңыз. Құдалықтарыңыз мәңгілік болсын. Күйеу 1000 жылдыққа ұлассын. Тойдың төрі құда-құдағимен толған екен. Сәл сабыр сақтап, осы бір құдамыз бен құдағиымыздың, әкеміз бен анамыздың жақсы қорытынды елге айтар алғыс, екі құлыншақтарына жүрекпен жеткізер дұға тілектерін тыңдай кетейік. Жақсы ма? Той тойға ұлассын. Сәл сабыр сақтайық. Ал құда, келесі сөз кезек өзіңізді. Ал құда құдағилар, міне бүгін кеп танысып жатырмыз. Міне үлкен жақсы той өтті. Мынау бірінші құдам Тобықты елінен болса, екінші құдам сонау Ұлы Жүзден Сіргел елінен еді. Міне енді Қаржас елімен құда болып жатырмыз. Өте текті жерден алып жатырмыз. Қаржастан бағана ағайларға айтып жатырмын. Үлкен адамдар шыққан деп. Сондықтан өте қуаныштымын. Енді ойлаймын, 2 жас бақытты болады деп ойлаймын. Енді бізге де байланысты. Екеуі бір-бірін тапты. Біз қосқан жоқпыз. Бақытты болсын екеуі. Өмірі болсын. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Күйеу балаларыңыз сіздердің 100 жылдық болсын. Бақытты болсын балалар. Ал не айтамыз? Денсаулықтары мықты болсын. Біз енді бұлар қол қойып қойды уже баяғыда. Біз енді арамызда айтады ғой әлгі, дорба жүрсін, жорға жүрсін деп. Біз де тату-татты болып, ағайын болып. Ана бұрынғы құдаларымен қазір біз туыстай болып кеттік. Құда деп бір-бірімізді енді айтады ғой, құдасын құдайдай сыйлайды деп. Сондықтан міне сыйластықпен келе жатырмыз. Сіздермен де солай болады деп ойлаймын. Өзіміз солай топшылаймыз. Сол бақытты болсын. Мынау басқа балаларға үйленбеген жұғысты болсын. Осылай жақсы күндерде кездесе берейік. Тойлы күндерде. Мынау елімізде болып жатқан мынау індет апат тезірек бітіп, ешкімге тимей, халқымыз, жұртымыз аман болып, мынандай бүгінгі күндей тығылмай, кейін бір байтақ жерде кездесетін болайық. Осылай енді не айтамыз, шуақты күндерде, жақсы күндерде кездесейік. Еліміз, халқымыз, жұртымыз аман болсын. Балалар бақытты болсын. Ал құрметті құда-құдағилар, бүгінгі сыйларыңызға көптен көп рахмет. Осындай қандай той болды. Бәрі организованы, бәрі мінекей кіргеннен сондай жылы қарсы алып жатсыздар. Көптен көп рахмет. Алла ұзағынан қылдырсын. Екі ботамыздың арқасында құда-құдағи болып жатырмыз. Сол екі баламыз бақытты болсын. Жаңа енді біз дүниеге әкелгенмен бұл еңбек, біздің атамыз қайтыс болып кетті. Енді кіші апамыздың еңбегі оқытты, жеткізді. Мінекей 11 бітірді осыдан, одан университет бітірді. Соның бәрін, қиыншылығын бәрін көріп атқан кіші апа, біз әйтеуір аман-баман келіп кетеміз. Кіші апаға көптен көп рахмет. Бізде екі ата, екі ене болды. Енді ене болған жоқ маған кіші апа, конечно, абысынымдай болды. Сол мінекей Сырланды бағып қаққан атасы мен апасы. Солардың арқасы мен осындай уақытқа жеткен, осындай
мінекей дәрежеге жетіп отырған кіші атасы мен кіші апасының арқасы. Енді не айтам, тәуба, енді жаңа 3-ші бала алып жатырмыз деп жатырмыз ғой. Енді алғашқы келген мүлдіріміз мінекей өзімізге тастай батып судай сіңіп кетті. Одан кейін майлаяқ боп мінекей Айнұрымыз келді. Енді міне сағынғанда көптен күткен сағынышымыз келіп отыр. Алла бәрін ұзағынан қылдырсын. Құдағи осылай тату тәтті болайық. Бүгіннен бастап туыс болып жатырмыз. Туыстығымыз 1000 жылдық болсын. Сырланымыз сіздерге енді тәуба 3 жылым бар деп отырсыз ғой, енді 4-ші жыл болып келсін. Сағынышымыз бізге 3-ші қызымыз болып келсін. Тек қана жақсылықта бір-бірімізге сәлеміміз дұрыс болсын. Сынаспайық, сыйласайық. Осындай бір-бірімізді құрметтеп жүрейік. Тек қана жақсылықта, қуанышта ғана басымыз қосылуға жазсын. 2 баламыз бақытты болсын. Қадірменді құдағилар, ағайындар, туыстар. Бүгінгі мынау енді біздің енді кенжем деймін ғой. Сағынышым ұзын өмірлік сапарға қосағын тауып аттанып барады. Әрдайым бақытты болсын. Сырлан екеуі бірге өмір сүріп, үлкен Қазақстан қалалы азаматтары болып, азаматшасымен үлкен үйдің несі болсын, иесі. Үйлері жанға толсын, қоралы малға толсын, ата-аналар аман болсын жан-жақта. Өздері бақытты, дендері сау болып, жақсы өмір сүрсін, еңбектер жемісті болсын, теңқұрларын ағалды болсын, ортасы болсын, енді әйтеуір аман жүрсін. Тек сүрінбей осы өмірде 2 жаққа бірдей жүрсін. Барған жерінде сағыныш тастай батып судайсын. Енді тілейтінім бақыт тілеймін екеуіне, Сырлан екеуіне. Сіздер де құдағи аман болыңыздар. Біз жаңа айтқандай туыспыз деп. Құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық дейді. Соның бәрі мына айтқан көндердің батасы бәрі қабыл болсын, беріп атқан. Амандықта осылай той думан мына қазір келгенінде тез кетіп, амандықта жақсы өмір сүрейік Қазақстанымыз. Аманшылық болсын, той-той қойласын. Шілдеханада кездесейік. Құрметті құдағилар, келгендеріңізге гүл бітсін. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Балапандарымыз бақытты болсын. Сырлан баламыз әжесінің баласы дедіңіз. Енді сағынышымыз енді атасының баласы. Атасы өзі қойып кеткен атын. Сағынышым деп. Енді 2 жаққа да сыйлы болсын. Бақытты болсын өздері. Үлкен апаларын жолын берсін. Бақта темен Бәтима апасы сияқты. Сол кісілер өзі өсіріп, оқытып, сол кісілерге рахмет айтам. Туған туысқандардың бәріне ат салысы болса жүгіріп тойымызға. Барған жерінде бақытты бол, бақытты қыл, ата-енеңді сыйла. 2 жаққа да бірдей бол, әжені ренжітпе. Сол құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Күйеу балам емес, енді бізге ұлымдай болсын. 3 ұлым емес, енді 4 ұлым бар. Сағынышым жалғыз болған 2 келінім емес, 2 қызым бар. Қасымда артынан бітсе ерген 2 сіңілісі бар. Сол Сырлан мен енді Сағынышқа бақыт қана тілеймін, басқа ештеме. Бақытты ғана болсын, сол бақыттарына тоймай, осылай ортада барлықтарың Сағыныш пен Сырланның бақытына жинала беріңіздер. Ой, тамаша. Әдемі тілектерін жеткізген ата-аналарға бір алғысымызды білдіріп қояйық. Қошеметіміз соқ, балалар бақытты болсын. Рахмет. Осы бір байырғы заманда бабамыз Сеңкібайдың кезі ау.
Енді ғана шаңырақ көтерген осындай қос баланың қос анасы балаларым бақытты болсын деген үлкен тілекпен бабамыз Сеңкібайдың алдына келіп ақыл сұрап келіпті дейді. Осыдан бірер уақыт бұрын менің ұлым мен мына кісінің қызы табысып үлкен шаңырақ болды. Балаларымыз бақытты болу үшін біз не істеуіміз керек деген сұрақ қояды. Бабамыз Сеңкібай тұрып бытсаяқ сылдырламай тұрмайды. Жамандық болған кезде көздеріңді бірінші жылы көрмегендей жұмасаңдар. Екінші жылы үндемеңдер. Төртінші жылы сөйлемеңдер. Бесінші жылы өздері-ақ бақытты болып кетеді деген екен. Таудай талаптан мен де шаршадым. Бармақтай бақ берсін деп, сендерге сырттарынан тілек тілейтін ата-аналарымды құрметтесеңдер, одан басқа ештеңе керек жоқ. Пайғамбарымыздың хадис шәріпінде жазылған екен, ер бала жұмақтың есігін қаласа, әке мен ананың разылығын алу керек. Әйел баласы жұмақты қаласа, күйеуінің көңілін тауып, күйеуінің разылығын алу керек. Ұлға айтарым, ата-ананың разылығын бөленсең, қасыңдағы сағынышың сенің разылығыңды өзі-ақ табады. Адам осы бір дүниеде бағалай қалмайтын кейбір кездерді жіберіп алатын сәттер бар. Ол денсаулық. Көбінесе қиянат жасап қоямыз. Одан кейін адам қайтарып алмайтын шақ, балғын балалық шақ. Құдай береді екен, бақ береді екен. Бағалай білсең басыңда қалады, бағаламасаң мұз болып беріп кетеді. Соңынан бақыт деген нәрсен береді екен. Бақыт деген осылар. Адамның ордан кейін ортасындағы ең асыл дүние сыйластық деген нәрсе екен. Маған түкте керегі жоқ сенсеңіз. Қызықтырма, соғымыңмен еңсеміз. Қора мал ұстауға болады, одан бірақ көтерілмесең семіз. Маған түкте керегі жоқ сенсеңіз. Маған түкте керегі жоқ сенсеңіз. Сарғаяды, жапырақтар келсеңіз, артық нәрсе ала алмаймыз өмірден, махаббаттың ағуызын емсеңіз. Маған түкте керегі жоқ сенсеңіз. Маған түкте керегі жоқ сенсеңіз. Өзге жарық көмектеспес сөнсеңіз. Алтыныңнан, асылыңнан не пайда? Енді қайтып оралмайтын 18. Бәрі қалады өлсеңіз. Адам дүниеге келген кезде 1 метр матаға оратылып келеді. Кеткен кезде сол 1 метр матаң азар болса 2-3 метрға ғана созылады. Сен жинаған дүниеңді, атақ, абыройыңды, ақшаңды, деңгейіңді алып кете алмайсың. Бала шағаңды алып кете алмайсың. Тек адам ана дүниеге барғанда сауаппен барады екен. Ол сауап осы ағайын туыстың ортасындағы әке мен ананың, бала мен немере мен шөберенің ортасындағы сыйластық деген нәрсе екен. Сыйластықтарыңыз көп болып, шаңырақтарыңыз сауапқа нұрлана берсін. Әкеміз, анамыз, құдамыз, құдағиымыз аман болсын дегендер, құдалық 1000 жылдық болсын дегендер, қошеметті бір қаттырақ соғып қоюға болады. Рахмет. Ал енді арда заңнан аттап кетпейік. Кейбір тамырлар қыздың ұзату тойында төс қағыстырып, елдің есін шығарып жатады. Әке, құдаңызды бір құшақтап, құйрық бауыр бердіңіз ғой, жай ғана бір мауқыңызды басып қойыңыз. Үлкен тойда 1000 жылдықтың таңбасын бекітіп төс қағыстырасыздар. Құдағи болып сіздер сырласып қойып, бір беттеріңізден сүйіп қойыңыздар. Туыстықтарыңыз ұзағынан болсын дейміз. Жақсы. Ал, мама, папа, ризасыздар ғой? Ризасыздар ғой, бір-бірлеріңізге риза болып жүргеннен басқа не жетсін, аха. Бір әдемілі фотоға түсіп алайық сіздерге тұрғаныңыздар мына жерге, Мама, құданы, папа, құдағиды билеп апарып тастайық. Рахмет. 1000 жылдық ел болайық. Үлкен тойларыңыз заман есен, Құдай абыроймен өткізуді нәсіп етсін. Қошемет соғып қойып, құда-құдағиларға. Рахмет. Ал, келіңіздер, алтын жеңгелерін ортаға шақырайын. Өздеріңізді табыстай беріңіздер, жеңгелер. Келіңіздер. Той қуаныш құтты болсын. Қыз жолдас пен ұл жолдасқа подаркамыз бар. Қыз жолдас пен ұл жолдасқа подарка. Жігіт жолдас, қолыңа кемей қалатсам, менің қолым бос, естейді жоғар. Жұғысты болсын сөндерге. Рахмет. Ал, Сағыныштың әпкесін ортаға шақырайық. Сіз ән салам дедіңіз бе? Құдалар үшін бе? Бір кішкене акапелла. Той құтты болсын.
Аққайыңдар жарасып ән салады, алаңқайды бәйшеше гүл басады. Ақ сәулесін түсіріп алаңқайға, жас жұбайлар жарасып ән салады. Сендерге әрдайым орын бар, Ақтау төріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар, болыңдар. Сендерге әрдайым орын бар, Ақтау төріне қоныңдар. Ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар, болыңдар. Бақытты болыңдар, болыңдар. Той қыласа берсін. Жұп болсын емес, аға, Құдай-ау, уақыт болды саған, жұп болсын емес, Құдай-ау аға. Үйлену той енді басталып кеткен сияқты, уже басталып кеткен сияқты, оя. Ал ағайын, менің айтайын дегенім, үйге қайтайын деген депті ғой. Бала-шаға күтіп отырған шығар, дастарханға илаһи амин деп, тойдың төрінде отырған Жақсылық әкемізден батасын қайырып алайық. Қысқа нұсқа таныстырып кетейін. Қазір күйеу жолдас, жігіт жолдасты алып мына жаққа қарай өзің шығып кете бересің. Дастарханға бата қайырып алғаннан кейін, одан кейін ешкім орнынан тұрып кетпесін. Қазақтың дәстүрі бойынша қазақ қыз баласы ұзатылып бара жатқанда киетін сәукеле деген киім бар. Бас киімі. Қазақ қызы сау келін деген мағынаның ретінде білдіріп, қазақ ұзатылып бара жатқан қызына сәукеле кигізген екен. Оны өзінің анасы өз қолымен кигізіп шығарып салған дейді. Қазір дастарханға бата қайырғаннан кейін күйеу жолдасың ертіп мына жаққа қарай шығады. Одан кейін қыздар асықпай артынан дәстүрін жасап, тағы да қыздың жолына жеке батасын беріп, сыңсумен шығарып салатын болады. Илаһи амин деп, тойдың төрінде отырған 90-ға табан тіреген Жылкен әкемізден илаһи амин деп екінші дастарханның батасын қайырып алайық. Әке, кеңіз. Әуел Алла оңдасын, Қыдыр ата қолдасын. Дастархан тоқ болсын, уайым-қайғы жоқ болсын. Балапанымыздың ұшқан ұясы аман болсын, барған жерінде бақытты болсын. Халқына қалаулы, еліне елеулі болсын. Не тілесе тілегін Алла қабыл етсін. Әмин. Әмин, қабыл болсын. Сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше бай, қуатты болайық. Сіздермен бірге болған әйел бақыты бағдарламасы. Айшақ би ансамблінің қылықты қыздарын ортаға шақырайын. Ешкім тұрып кетпесін. Барлығымыз ортамызда отырамыз. Қазақтың дәстүрі бойынша ақ жолын төсеп, келісті келініміз, яғни біздің қызымыз құдалардың келіні сағынышты сапарға шығарып салайық. Тойға ұлассын. Ақ жол. Біздің үйде үлгісі бұрынғының, сәукелеміз алтындай қазынамыз, салауатын асырған бұрымдының. Қараңыз, ателеме қыдыретін, қыз кие ибаменен иелетін, сәукеле ізбасарлық ниетпенен тек
анасының қолы менен тігілетін. Бұраңдаса қос бұрым қына белде, о шіркін қыз келбетін сынай көрме. Елдің көркі қыз дейді біздің қазақ, қазынасын қызбенен сынай делде. Сағыныш қызымыздың алтынмен аптап, күміспен көптеп дайындалған сәукелесін кигізуін сұраймыз. Суырылып шықтың қызым өзегімнен, суынып кетпе шырақ өз еліңнен. Бақытың берген шығар тізгініңді, уақытың келген шығар кезегімен. Түрміне жан өмірің басталғалы, еркелік, серкелігің тасталғалы. Ойланып ақылмен іс қылар болсаң Құдайым, тілегіміз қабыл болар. Сағатпен сарапқа түс, күнім, еркем, анаңмен қалсын бірге еркелігің. Ата-анаңның үмітін ақта жаным, барған жерде сыйлы бол, бақытты бол. Ал ендеше құрметті тойға жиналған қауым, қызымыздың жолына ақ жолы төселген екен. Олай болса, әулетіміздің үлкені Жылкен атамыздан қызымыздың жолына ақ батасын, ақ тілегін тыңдайық. Жылкен атамыз қай жерде екен? Иләхи әмин. Алла оңдасын, Қыдыр баба қолдасын. Я халқым, барған жеріңді тастай батсы содайсың. Барған еліңді бақытты етуге Алла нәсіп етсін. Бақытты бол, қосағыңмен қосағар. Тілегім болсын. Ал ендеше ерке қыз, мынау сенің өз елің, өз жеріңмен, туған туыс бауырларыңмен, қанатыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген ата-анаңмен, дос, құрбы, құрдастармен қоштасар сыңсуын болсын. Ұзатылар қазақ қызы ұзатылып барарда соңына қарамаған дейді. Сен де сол үлкен аналарымыздың, әжелеріміздің жолыменен өз еліңе, өз жеріңе, қияңа аман есен жет құрбым.
ойнап бір жүрген ертегі көктемім білмеппін өткенін қыз тағдыр осылай амалым жоқ менің әулеттің көрігі бол әдептің келіні бол жарыңның сенім артқан серігі бол әулеттің көрігі бол әдепті келіні бол бәрекелді келініңіз құтты болсын жастар бақытты болсын сіздермен болған Айша шоу О сәніммен жан сырымды шер